Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Сіздерге бүгін жалпы өзгергім келеді челленджін порталын қалай қолдану керек, соны көрсетемін. Кеттік. Бірінші өзіміздің аккаунтымызға кіреміз. Өзіміздің жаңағы тіркелген аккаунтымызға кіреміз. Егер де тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Жарай ма? Қазір сіздерге тағы көрсетейін, қалай тіркелу керек туралы. Тіркелуді басамыз. Мына жерге өзіміздің аты жөніміз, телефон нөмірімізді жазамыз. Мысалы, кез келген телефон нөмірді жазамыз да, атыңызды жазасыз, мысалы, Ернар деп жазамын. Содан кейін пароль өздеріңіз бұны ойлап табасыз, мысалы. Ернар английский жазамын. Осы парольді ұмытып қалмауларыңыз керек. Жақсы ма? Кеттік, тіркелуді басам. Все, мына жерде сабақтар ашылды. Мына жерде порталға кірдік. Сабақтар деген жерде қараңыздар, мына жерде сабақтар тұр. Енді ол сабақты қалай ашамыз? Бірінші сабақ деп тұр, толығырақ ашуды басамыз. Мына жерде сізге жазылып тұр, өзгергім келеді челленджіне қош келдіңіз деп. Ағайдың өзінің жазғаны бар. Содан кейін барып, енді келесі сабақты ашу үшін, содан кейін мына жерде қараңыздар. Жауабыңызды жазасыз жалпы. Жақсы дегенде сияқты. Жақсы, рахмет, өзгерем дегенде сияқты жазамыз. Содан кейін барып сізге екінші сабақ ашылады. Бізде общий 7 сабақ бар. 7 сабақты осылай ашасыздар. Мына 7-ші сабақ, екінші сабақ бар, ашылды. Мінекей бірінші күн. Жалпы мінекей ерте жатып, ерте тұруды үйрену. Бұл жерде бүткілі тұр. Жалпы мына жерде видео сабақтар тұр, жалпы қуаттану сабағы, ерте ояну тәсілдері, осы жерде барлық сабақтар тұр. Соны аламыз да жауап жазамыз. Өзіңіздің жаңағы үй тапсырмасы беріледі мына жерде. Жауабыңызды жазыңыз деген соны сол жерге жазасыздар. Окей? Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Кеттік, қайттан кішкене порталды көрсетіп жіберейін. Содан кейін порталда мына жерде тапсырма орындау үлгісі дейтін бар. Мына осы видеоны сол жерге басып көре аласыздар. Екіншісі Telegram каналға тіркелу. Міндетті түрде бізде өзгергім келеді дейтін челленджі бар. Telegram каналы бар, соған тіркеліп алыңыздар. Міндетті түрде. Чат былай айтқанда, сол жерге сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Пікірлер дейтін жерге мына жерде адамдар пікірлерін жазады өз жерге. Сіз де өз жерге өзіңіздің пікіріңізді сол адамға қалдырып кетсеңіз болады. Жақсы деп поддержка беріп, мотивация беріп дегендей сияқты. Материалдар деген жерде мінеке толық жаңағы салынған материалдар салынады. Мына жерде қатысушылар тізімі, қанша адам қатысып жатыр, кімдер қатысып жатыр деген сияқты. В принципе осы аса қатты қиын емес. Келесі сабақтар осылай салынады. Жауап жазу деп басамыз. Все, болды. Сәттілік.